Сәлем достар, сіздермен бірге Балбалақай каналы. Мен Амандық Аслай және менің ұстазым Жанна Ақылбаева. Бүгінгі тақырып ауырлық күші жаратылыстану сабағынан. Ауырлық күші дегеніміз барлық денелердің жерге тартылуы. Допты біз тік, горизонталь және бұрыш жасап лақтырсақ та, барлығы бірдей жерге құлайды. Жер барлық денелерді, адамдарды, теңіз бен мұхит суын, үйлерді, жер серіктерін өзіне тартады. Жердің денелерді өзіне тарту күшін ауырлық күші деп атаймыз. Достар, тірек деген не екенін білесіңдер ме? Тірек дегеніміз ол, мысалы, адамның алақанды қойшы, мысалы, допты қояйық, иә? Адамның алақаны да тірек бола алады. Ал егер мына доптар ненің үстінде тұр? Партаның үстінде, иә? Парта да яғни тірек бола алады. Немесе жер. Біздер жердің үстінде отырық, иә? Жерде отырық, иә? Демек жерде бізге не бола алады екен? Тірек бола алады. Табиғатта да ауырлық күші әсер етеді. Мысалы, жаңбыр жауса, тамшылар, қар жауса, ақ ұлпалар жерге түседі. Денені көтергенде біз оның ауырлық күшін жеңеміз. Ауырлық күші дененің массасына тәуелді. Бірақ бұл дененің құлау уақытына әсер етпейді. Сен білесің бе? Ағылшын ғылымы Исаак Ньютон өзінің жеміс бағында демалып отырғанда басына алма құлап түскен екен. Осы құбылыс оның ауырлық күші туралы заңды ашуына себеп болып. Ауырлық күші жер бетіндегі денелерге де, жерге жақын денелерге де, мысалы, ай мен жасанды серіктерге де әсер етеді. Ауырлық күші жер шарының дәл ортасындағы нүктесіне, центріне қарай бағытталады. Дененің массасы неғұрлым ауыр болған сайын, оған соғұрлым үлкен ауырлық күші әсер етеді. Сен білесің бе, жерден ұшырылған жасанды серік ауырлық күшінің әсерінен оның айналасында ғана қозғалады. Кез келген ғаламшарда және айда ауырлық күші әсер етеді. Ол ғаламшардың массасына және дене мен ғаламшар арасындағы қашықтыққа байланысты. Ғаламшар массасы аз болса, денені өзіне тарту күші де аз болады. Сонымен қоса, дене ғаламшардан алыстаған сайын тартылыс күші де кемейді. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар достар.